Ассаламу алейкум. Бүгін сіздерменен қаржы сауаттылығы туралы қысқаша сөйлессек, кіріспе ретінде бұл кітаптан алынған, яғни өзімнің кедейлік тағдырым атты кітабымнан. Біз ол жерде көп мәселелерді қозғағанбыз. Енді бастапқыда кіріспе ретінде қаржы сауаттылығы не деген сұраққа жауап берсек. Егер біз қаржы сауаттылығына діни тұрғыдан жауап беретін болсақ, бұл не үшін қажет деген нәрседен келіп туындайды. Бірақ мәселе ақыретте қайдан алдым, қайда таптым деген сұрақтың жауабы оңай берілу үшін бізде не болу керек? Қаржы сауаттылығы болу керек. Өйткені қайдан таптық? Адал таптық па, немесе арасында күмәнді, харам болған нәрселер араласып кетті ме? Қайда жұмсадық? Ысырапқа ма, әлде қажеттілікке ме? Құдай берген нығметті өз орнында қолдана алдық па? Яғни ризық тек қана ол ақша емес. Жалпы біз бірақ осы ақша мәселесінен ғана қарасақ деп неғып жатырмыз. Енді Құдай өзін ақша ризығына қалай қарым-қатынас жасадық деген мәселе. Ал мына өмірлік неменен жауап беретін болса, қаржы сауаттылығы дегеніміз бұл сапалы өмірге, өмірдің сапасын көтеру немесе сапалы өмірдің коэффициентін арттыру деуге болады. Неге? Өйткені бізде кең тараған мифтар бар. Қаржы сауаттылығы дегеніміз ол тек қана жинау ғана деп есептейді, немесе үнемдеу деп есептейді. Ал негізі қаржы сауаттылығы ол үш компоненттен тұрады. Біріншісі бұл табу, екіншісі жарату, үшіншісі жинау. Мына осы үш элементті егер біз дұрыс қолдана алсақ, біз қаржылай сауатты адам болып есептелеміз. Женесе қаржы сауаттылығын қысқа ғана сөзбен айтатын болсақ, ол қаржыны саналы түрде басқару. Яғни ешқандай бір психологиялық травмаларсыз, немесе эмоциямен емес, сезіммен емес, бәлкім ақылменен, салқын қандылықпен, қаржымен қарым-қатынас жасау. Енді бұл жерде бізде мәселелер бар, бандай 20, сосын 30 етіп өмір сүрсек қалай болады деген секілді, немесе 30 етіп өмір сүрсек, яғни ақшамыздың 30%-ын жұмсаймыз, 30%-ын жинаймыз, 30%-ын тағы шығындарға береміз деген сияқты, 10%-ы садақа болады деген сияқты. Бұл жерде болады, бірақ мына нәрсені ескеру керек. Бұл кімдер үшін? Бұл үлкен табыстағы адамдар үшін. Мысалға, сіздің айлығыңыз 400 мың теңге деп алатын болсақ, сіз оның 10%-ын жинайтын болсаңыз 40 мың теңге жинайсыз. Енді 40 мың теңгеден бір жылда қанша жинайсыз? 480 мың теңге жинайсыз. 480 мың теңгеңіз былай айтқанда умраға барып келуге де, шетелге шығып бір шетелді рахаттанып аралауға да жетпейді. Тек ұшағыңызға, сосын қонақ үйіңізге ғана жетеді. Тамаққа, ол жақта серуендеуге, өкінішке орай ол ақша жетпейді. Енді ойлап көріңізші, бір жыл жинаған ақшаң бір шетелге шықпаса, онда бұл қаржы сауаттылығына не қайыр? Мәселе осы жерде. Ол себептен енді бұл жиналған ақшаны не істейміз деген мәселе бар. Яғни біз табысымыз дұрыс, жаратуымыз дұрыс, енді жинау керек. Жиналған ақша үш түрлі болады. Біріншісі бұл қалталы, яғни бүгінгі, ертеңгі күнге керек болып қалатын қазыналық кіші қор. Бұл қордағы ақша қалай болу керек? Бұл қордағы ақша теңгелей, қолма-қол үйде тұрғаны дұрыс, қалтада немесе каспиде емес. Екінші қор бар, бұл 2-3 айлық шығындарымызды есептеп, мысалға менің шығыным, бір айлық шығыным 400 мың теңге ме, демек менде 800 мың теңге ақша болу қажет. Ең болмағанда кемінде. Бірақ бұл 4 ай мен 6 ай аралығында болатын болса, тіпті жақсы. Бұл ақшаны долларда немесе еврода жинаған дұрыс, болмасам 2 купюрада да ұстаған дұрыс. Неге? Өйткені жаратылу қиын. Сіз ол ақшаны жарату үшін бірінші обмен валютаға барасыз, ол жерден теңге сатып аласыз, одан кейін ол теңгені барып бересіз немесе каспиге саласыз деген секілді. Сол үшін біз бұл ақшаны осылай ұстауды жөн көреміз. Одан кейінгі жинаудың несі бар? Бұл жерде енді ол не жерменен, не үйменен, немесе көлікпенен, немесе өз бағасын жоғалтпайтын материалды заттармен болады, немесе слиткалық алтынмен деген секілді. Осылай қаржылы қорды жинаудың осындай бір әдістері бар. Бұл туралы әлі алдағы уақытта сіздермен көп сөйлесеміз. Бұл мәселелерді ашықтап беруге тырысам, Алла нәсіп етсе. Сол себепті бұл видеоны досыңызға жіберіп қойыңыз, әрі подписка жасауды ұмытпаңыз. Тек YouTube каналыма емес, бәлкім менің әлеуметтік желідегі барлық парақшаларыма подписка жасап, мына жердегі қоңыраушаны
басып қойыңыз. Жоғарыдағы уведомленияны басып қоятын болсаңыз, біздің жаңадан шыққан видеоларымызды алдағы уақытта ең алғашқылардан болып көретін боласыз. Аман сау болыңыздар.